Қимақтар туралы не білесіңдер? Қимақтар қандай тарихи мұра қалдырды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қимақтар туралы не білесіңдер? Бірінші. Қазақ даласындағы ірі өзендердің бірі Ертіс өз бастауын Алтай тауларының қарлы шыңдарынан алады. Ертіс өзенінің орта ағысында 9 ғасырда қимақ қағанаты дүниеге келді. Қағанаттың орталығы саналған Имақия темір қақпалы бекінісі, зәулім ғимараттары бар ірі қала болған. Екінші орталығы Алакөлдің шығыс жағында орналасқан Карантия қаласы. 10 ғасырдың аяғында Қимақ мемлекеті шекарасын ұлғайтты. Қимақ тайпалары Орал тауының қыраттарынан Арал теңізіне дейінгі, сондай-ақ орталық және шығыс Қазақстан мен Жетісудың солтүстік шығысына дейінгі кең алқапты жайлап, көшіп қонып өмір сүрді. 10 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың басында Қимақ мемлекеті әлсіреп, жеке мемлекет құруға ұмтылған Қыпшақ хандарының және басқа тайпалардың көшіп келуінен ыдырай бастады. Қимақтар қандай тарихи мұра қалдырды? Араб ғалымы Әл-Идриси Қимақтардың 16 қаласын атайды. Бұл қалалардың басым бөлігі Ертіс және Алакөл алқабында орналасқан. Сонымен қатар қалалар көбінесе сауда жолдарының бойында орналасқан. Әл-Идриси өз шығармасында Қимақтардың қалаларына тән ерекшелік олардың барлығының жақсы бекінгендігінде және әр қалада өз әскерлерінің болғандығында деп жазылған. Қалаларда Ертіс өзенмен тікелей байланысқан суландыру жүйелері болған. Әл-Идриси Қимақ елін сипаттай келе, су олардың көшелері, базарлары, ғибадатханалары мен үйлерінің көпшілігін аралайды дейді. 2013 жылғы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жүргізген кешенді экспедициясы жұмыстарының нәтижесінде Қимақтардың бірнеше қалашығын ерекше көруге болады. Ақсарай Қимақ қағанатының астанасына жақын орналасқан билеуші әулеттің қаласы болған. Ақсарайдан 30 шақты үйдің орны табылды. Қаланың оңтүстік бөлігі 1970 жылдары жол салу кезінде тереңнен табылған. Ақжылан қаласы Ертіс өзенінің оң жағалауында орналасқан. Дарияның қабағында орналасқан бұл қалашық Қимақ заманындағы әулетті бектің ордасы болған. Сырлықала мен Құркөл қалашықтары солтүстігі Ертістің ішкі саласы Ақсу өзеніне, батысы Қазалы көліне, ал шығысы Құркөл арасына дейін орналасқан елді мекендер. Парсы тарихшысы Гардизи Қимақтар құрамында 7 тайпа болғанын жазған. Олар Эймурлер, Баяндурлар, Татарлар, Ланиказдар, Ажларлар, Имектер және Қыпшақтар. Ең атақтылары Қимақтар мен Қыпшақтар. Қағанат билеушісін Қаған, одан 2 саты төмен лауазымды Ябғу, жеке тайпа көсемдерін Шат түтік деп атаған. Қимақ шонжарлары 10 ғасырда ислам дінін қабылдай бастады. Әбу Даулаб Қимақтарда жазу мәдениеті болды. Олар өздері жазу жазатын қамыс өсірді деп жазды. Ертіс бойынан Тарбағатай тауларынан 9-10 ғасырларға жататын түркі жазуы бар қола айналар табылған. Қимақ мемлекеті өз заманында дамыған мемлекеттердің бірі болды. Бұл мемлекеттің орнын Қыпшақ хандығы басты.